Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Қазіргі таңда кафе, ресторандарда екінің бірі заказ беретін осындай хрустящий баклажанды үй жағдайында дайындап көретін боламыз. Ең алдымен бізге осындай қалауыңызша керек мөлшерде баклажанды алып, сыртын жақсылап жуып, осылай жақсылап тазалап алатын боламыз. Сыртын ашсаңыздар да болады, немесе осылай қалдырып, турап алсаңыздар да болады. Мен осылай қалдырдым және өте ұсақ емес, үлкендеу етіп бөліп шыққан болатынмын. Ең алдымен осылай баклажанның барлығын дайындап аламыз. Осылай ірі етіп, осылай барлығын турап алған болатым. Енді салқын суымызға бір қасықтай толтырып, тұзымызды салып, баклажандарымызды 15-20 минутқа салқын суда қалдыратын боламыз. 15-20 минутымыз өткеннен соң осындай майлықтарға немесе салфеткалардың үстіне осылай кептіруге қалдырамыз. Осылай баклажанымыз кеуіп тұрғанша біз соусын дайындайтын боламыз. Соусын осындай ыдысымызға құйып, және оның үстінен бір тіс чесногымызды өте ұсақ етіп турап, және кішкене ғана мөлшерде қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, осылай дайындап қоятын боламыз. Осылай баклажандарымыздың барлығы суы сарқылып шықты. Енді ыдысымызға салып, баклажанға арналған осылай қору үшін кляр дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 1-2 ас қасық ұнды және қалауыңыз бойынша картоп крахмалын немесе жүгері крахмалын да қоссаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып, үстінен салқын суды немесе осындай газдалған суға да жасаған өте жақсы болып шығады. Салқын суды да кішкене құйып, толықтай араластырып, клярымызды дайындап аламыз. Алдын ала осылай сұйық майымызды қыздырып дайындап қоямыз. Енді осылай бір-біртіндеп клярымызға барлық баклажандарымызды салып, қызып тұрған тапамызға қуыратын боламыз. Осындай шұңғылдау ыдыс болғаны жақсы, барлық баклажанын бірдей етіп пісіп шығатын болады. Осылайша кезекпе-кезек салып, қуырып аламыз. Осылайша біздің баклажандарымыз өте қытырлақ болып қуырылып шықты. Бұл салатты дайындастан дастарханға ұсынғаннан алдын бір жарты сағат алдын дайындасаңыздар, сол кезде баклажандарыңыз езіліп кетпейді. Осылай қытырлақ қалпында қалатын болады. Осылайша барлық баклажанды қуырып аламыз. Енді қызанағымызды да өте ұсақ емес, осындай үлкендеу етіп барлығын турап аламыз. Үлкендеу ыдысымызға ең алдымен баклажанымызды, яғни қуырылған баклажанымызды саламыз, оның үстіне рокколаны саламыз және қызанағымызды салып, соусын құйып толықтай араластыратын боламыз.
осылайша барлығын араластырып салатымыз дайын болды. Үстінен қалауыңызша осылай творожный сырды қасықтың көмегімен қойып шығасыздар. Осылайша біздің хрустящий баклажанымыз дайын болды. Өте жылдам, өте дәмді болып шығатын болады. Достар, видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сізде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.